Аузу биллахи минаш шайтанир рахим. Бисмиллахи ар-рахманир рахим. Құрандағы пайғамбарлар. Исмаил пайғамбар алейхиссалам. Исмаил. Құрандағы Исмаилді есіне ал. Шынында да ол уәдесіне берік әрі жіберілген бір пайғамбар еді. Мәрем сүресі 54 аят. Ел үй ішінде намаз бен зекетті орындау бұйыратын еді. Сондай-ақ ақ намазының қасында сүйікті еді. Сонда 55 аят. Ұлы Исмаил өзінің бірге жүруге жеткен кезде, балақайым, сен түсімде бауырымызды көремін, назар аудар, көзқарасың не деді. Ол, әй, әкетайым, өзіне не әмір етілсе, соны орындалда дейді. Алла қаласа мен сабырлардың табарсын деді. Сафат сүресі 152 аят. Мұхаммед алейхиссалам, Исмаил, Ильяс және Зулкифл алейхиссаламның есіне алып барлығы жақсылықтардан еді. Сад сүресі 48 аят. Мұсылман түсіндігінде Исмаил Ибрахим пайғамбарлардың үлкейгендегі көрінген тұңғыш баласы. Исмаил еврей тіліндегі Құдай жалбарынып сұрағандағы істі естіді. Сол үшін жіберген президенті деген мағынаны берген сөзі. Ол бала көзінен әкесімен бірге болып, оның жолына қатты ұстап, қадір тұтқан қауымдастардан бірі адалаталы сыйынуға уағыздап, соған шақырған табынды пайғамбар. Аңыз бойынша Исмаил әкесі Ибрахимнің күні Аграның Хиджаз бірінде ажар туған. Өз президент көтермеген Сара Ибрахимді өзі ризлығымен үйіндегі қызметші әйелімен аттарып қосады. Сөйтіп ағар анамыз күн болғанымен Ибрахим алейхиссаламның некелескен әйелге болады. Кейін үйлеріне жолаушы қонақ белесінде үш періште әкеліп еркініне көтереді. Сараның көп кішкентай перзенті болатынын хабарлаған тиісті уақыт өткен соң Сара Исхақты көтереді. Осы күннен бастап Сара ағар мен Исмаил қуандатып қасымға алып, екеуінде күн көрсетпей, екеуінде алаңдайға апарып тастауға өмір етеді. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар әйелінің талабын орындап, Агар мен Сейбе Исмаилді құм арасында апарып, сонда қалдырады. Шығыл ішінде төрінде құрай түрінде қаналған ана мен бала ыстыққа күйіп, адасып, қаналға күйіп, шөлден өліп, қиыншылық көреді. Сонда осындай кезде Жибрил періште көмекке келіп үлгереді. Сәбидің аяғының астында құпылақ көзі ашылып, зәмзәм суы атқындайды. Алла тағала бәйкүмә Алланың жалына дауыс естіп, күндерінің күнінде Исмаилдің үлкен халық өсіп өнетін білдіреді. Ибрахим алейхиссалам даладағы баласын ұмытпай, оларға жиі келіп тұрады. Исмаил ер жетіп Арабия жерінен өтеді. Осындай жүріп үйленеді. Алла тағаланың бұйрығымен әкесімен екеуі толпан су кезінде Қирак бүкілінен Хаба үйін жөндеп қалпына келтіреді. Құранда Әл-Ғарам сүресінде
Әл-Ғарам сүресінде негізінен адам баласы үшін Меккедегі алғаш құраған үй Қағба бүкіл. Okay, let's go. Тағы әлемге мүбәрәк бен тура жол 96 аят. Онда ашық белгілер Ибрахим алейхиссаламның орны бар. Сонда-ақ кім болған кірсе аман қалады. Оның жолында шамасы келген кісілер Алла үшін Қағбаны зиярат ету, хаж ету керек. Сонда 97 аят және Ибрахим сүресіндегі Ибрахим алейхиссаламның Раббымыз, ұрпақтарымыз кейбір егесіз ойпатқа құрметті үйін Қағбаның жанында орналастырдым. Раббымыз олар намаз оқитын болсын. Құрметті үйін Қағбаның жанында орналастырдым. Раббымыз олар намаз оқитын болсын. Енді адамдардың көңілін оған ауатып қыл. Сондай-ақ оларды жемістері мен ризықтарын әрине ол шүкіршілік етер. Ибрахим сүресі 37 аят. Барлық мақтау маған қайрағаттың шағымда Исмаил мен Исхақ берген Аллаға тән. Сонда 37 аят деген сөздер осының айқын дәлелі. Араб ғылымдары солтүстік Арабияның мекендеген тайпалардың барлығы да осы Исмаилдің бұтағының әрбігін деп түсіндіреді. Ал олардың ішінде Исмаил бірі ұрпағы Адан терістік арабтардың басы болып саналады. Бұл тайпаның байлығы өзі өткенде оларды ескі өсиетті табандағы төлеуетті асқан Исмаилдарлармен ғана салыстыруға болады деп көрсетеді. Исмаил 12 ұлы туып, бәрі де бір-бірін тайпалардың әміршісі болып, өзі 173 жасында көз жұмады. Сол Қағба жіберілген.